Бүгінгі біздің анаға тағзым орталығының береке аспаздық студиясында қаламыздан келіп тұрған Назиға, Гүлнар есімді замандастарымыз біздің керемет дастархандарымыздан табылатын, міндетті түрде табылатын дастарханымыздан қазыны жасау жолдарын айтуға орталыққа келіп тұр бүгін. Енді қазір ішекті жуып тазалап алынған ішек. Мынау енді менің жылқының осының бір шетін байлаймыз қазір. Осы байлауда да тәсілдері бар, Иә, бір шетінен алған жібіміздің бір шетінен өткел қазір екеуін екі жағын біріктіру үшін жіпті осылай қалың қылып. Сіздер о жылқыны көрмей-ақ етінен ажыратып тұрмыз. Ал 7-8 жыл болған жылқылардікі майлары сары болады. Қайнаған кезде тез пісе қоймайды. Ұзақтау қайнайды, олар. Тек қана қазақ емеспін, басқа елдерге сыйға да жіберіп жатады. Жылқы малының денсаулыққа пайдалы екенін ұғынды, түсінді бәрі қазір. Сонымен қатар мынау дәмдеуіш дегеннен кейін, қаз шекке тыққаннан кейін онан ауысқан еттерді бөлек ұзыншалап кептіріп сақтауға да болады. Бір жағын май, бір жағын дет қылып әдемі. Негізі қабырғамен тыққан ғой. Дөңес қаз деп аталады. Өзінің екі жағындағы оң және сол қабырғамен бірге тығылған. Ішіне қабырға салып неғылғандарды 7-8 сағат түтінге ыстап алған. Олар да көп сақталады. Асқанда сорпасы қою болады. Екі жарым сағатта қайнап біздің қазымыз дайын болды. Замандастар, рахмет. Тағы да бір әдемі қазақтың қазы жасау тәсілін бөлістіңіздер. Анаға тағзым орталығының береке аспаздық студиясына келіп, осындай жақсы да тағы білетіндеріңізбен келіп бөлісіп тұрыңыздар.